Қыздар, бүгін сіздермен ореховый начинкамен творожный печенье дайындайтын боламыз. Творогымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары май, шым-шым тұз, қантты салып, вилкамен араластырамыз. Қыздар, блендермен араластырып қажет емес. Біздің майымыз онсыз да еріп тұрғандықтан вилкамен араластырсақ та жеткілікті. Онға разрыхлителімізді қосып араластырып, біздің жаңағы творожный массамызға еліктен өткізіп қосамыз да, жұп-жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Бізде өте нәзік, жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді бұны целлофанға салып, шамамен 50 минут 1 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Менде шамамен 1 сағаттай тұрды. Енді осыны оқтаумен жаямыз видеодағыдай етіп. Қыздар, егер қаласаңыздар, мен бір зуала етіп жайдым ғой, сіздер өз қалауларыңыз бойынша печеньеларыңыз кішкентай болып шықсын десеңіздер, 2 зуалаға бөліп, екеу етіп жаюға болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Қамырымызды жайып алғаннан кейін блендермен майдаланған жаңғақтың бетіне қант пен ванилинді салып араластырамыз. Блендер болмаса жаңғақты оқтаумен майдаласаңыздар да болады. Оның соң араластырып, біздің қамырымыздың бетіне бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Сеуіп алғаннан кейін видеодағыдай ораймыз. Қыздар, жаңа айтқанымдай, менде үлкен көлемді печеньелар шықты. Егер қаласаңыздар, қамырды екіге бөліп жайыңыздар, немесе тура ортасынан осылай кесе салсаңыздар болады пышақпен. Сонда кіші көлемді сіздерде печенье шығатын болады. Онан соң видеодағыдай кесіп аламыз. Печеньеларымызды осындай формасы бар пышақпен кесіп аламыз. Сол кезде көрінісі өте әдемі болып шығады. Егер мұндай пышақ жоқ болса, кәдімгі асханадағы пышақты қолдануларыңызға да болады. Онан соң формаға пергамент қағазын төсеп, біздің печеньеларымызды жайғастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Шамамен 160-170 градуста 30-35 минутта печеньеларымыз пісіп шығады. Қыздар, тағы да айта кетейін, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан печеньеларымыз толықтай піскенше қарап тұрыңыздар. Менде печеньелар 35 минутта пісіп шықты. Өте нәзік, керемет печенье болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін.